Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алла разылығы үшін видеомызға бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазылып, Алланың кереметі турысындағы бірнеше хикаяларды тыңдай отырыңыздар. Таразының құдіреті. Бір күні кедей киінген, кедей бір әйел көкөністер тақтасының жанынан өтіп бара жатып дүкенге кірді. Әйел дүкенге кіріп, сатушының жанына барып, әстей ғана ұялған жүзіменен өзінің күйеуі төсекке жатып қалғанын, іш жұмысқа жарамай қалғанынан, 7 баласының аш қалғаны турысында жайлап түсіндіріп айта бастады. Ал дүкенші болса, теріс қарады да: «Ей, тіленші әйел, менің дүкенімнен шықпар» деп айқай салды. Әйел дүкеншіге жалынып отырып: «Балаларымды біреулердің үйлерінің алдына жіберемін жұмыс істеуге, қарыздарыңызды қайтарып беремін» деп жалына бастады. «Балаларым істеп келгеннен кейін қарызымды төлеймін» деп өтіне жіберді. Ал оның жанында дүкенші ешқандай үн-түнсіз: «Сен менің әрдайымғы сатып алушыларымнан емессің, мен саған бере алмаймын» деген сөздерінен басқа ешқандай сөз де айтқан жоқ. Сол арада әйелдің бұл өтініштерін естіген дүкенде аралап жүрген алушы өзін «Мен кепіл боламын, әйелге заттарын бер» деген дыбыспенен үн қатты. Ал дүкеншіге бұл сөздер жаққан жоқ. Ол әйелге қарады да: «Сен алатын нәрселеріңнің рұйхатын жазып келгенсің бе?» деді. Әйел басын ырғытып, разышылық «я» деген мағынада басын ырғытты. «Сен бар да ана таразыға жазған рұйхатыңның жазуын таразының бір пәлесіне қой, екінші пәлесіне алатын нәрселеріңді қой. Осы таразы теңескенге дейін нәрсе алуыңа разымын» деп оны мазақ еткендей болды. Ал әйел есе үн-түнсіз бір парақ қағазды алды да таразының бір шетіне қойды. Дүкенші менен алушы кепіл таразыны көріп шошып кетті. Себебі таразының тас қоятын бөлшегі парақтың ауырлығынан көтеріліп кеткен еді. Осылайша әйел бәр заттарын салды. Керегінен артық заттарды салып алды. Осылайша дүкенші уәдесіне тұра жағдайда сатып алған нәрселерінің бәрін аққапқа салып әйелге ұстатты. Әйел кетісіменен дүкенші жүгіріп барып таразының үстінде тұрған парақты алды дағын сол жердегі жазуды оқи бастады. Онда мынадай сөздер жазылған еді: «Алла тағала, сен маған не керек екенін бәрін білесің. Мен саған өзімді тапсырдым, және де бар ықтияжымды. Мен сенің бір құлыңмын. Балаларымның рызқын өзің табыс ет» деп жазылған екен. Әйел өз ризашылығыменен рахметтерін айтып дүкеннен шығып кеткен еді. Осылайша куәгер Алланың ғаябатын көріп, оған разышылығын білдіріп, дүкеншіге бір дәсте ақша ұсынды, және де қайтымы керек емес деген үнін қатты. Осылайша сатып алушы дүкеннен шығып бара жатқанда таразы пәлесінің сынғанын көрді. Бұл қандай ауырлық күші екен, оны тек қана Алла тағала біледі деген ой өзінің қиял астында өтті. Құрметті көрермен, егер сізге осындай видеолар ұнап жатса, Алла разылығы үшін видеомызға бір ғана лайк түймелерін басып, каналымызға жазылып, достарыңызға бөлісіңіздер. Сіздердің әрбір басқан лайкыңыз және де подписацияңыз біздің дамуымызға күш-қуат береді. Сау саламаттықта жүздескенше.